Бәріне сәлем, сендермен бүгін мен Санжар Айдар. Дәл қазір біз өте бір маңызды тақырып жайында сөз қозғайтын боламыз. Неге саған мектептегі кластасыңмен немесе универдегі группаласыңмен жүруге болмайды? Кейде мұғалімдерден естіп жатамыз. Бұл айырылмас жұп бірінші сыныптан бері бір партада бірге отырып, әрі қарай тек қуанышты, әрі бақытты өмір сүрді. Тура бір ертегідей сынды. Әрине, бұндай ерекшеліктерді жоққа шығара алмаймыз. Бірақ біз білетініміздей өмірде көбінесе осыған тура қарама қайшы нәрселер болып жатады. Сол үшін мен саған арнап кластасыңмен неге жүруге болмайтындығы жайлы 7 себеп дайындадым. Дайынсың ба? Онда кеттік. Біріншісі, сен онымен күнде көрсесің және бұдан құтылу мүмкін емес. Кей кезде сен одан демалғың келсе де, онымен көріспеу өте қиынға соғады. Ал ол сенің тобыңда болса, физика, химия, тіпті дене шынықтыру, басқа да сабақтардың барлығында да кемінде 6 сағатты бірге өткізесіңдер. Негізінде үйленген адамдарда күніне сонша уақыт бірге өткізбейді. Себебі бұның өзі тым артық. Екінші себебі, саған әрдайым 100%-ға көрікті әрі ұқыпты көріну керек болады. Мүмкін бұл минус емес шығар, бірақ сенің тәтті ұйқыңның жарты сағатын алып қоятыны рас. Егер жігіт сенің сыныптасың болмаса, онда мектебіңе қалай жиналатыныңды өзің біліп, кездесуге әдемі болып келгенің жеткілікті болады. Ал егер сендердің кездесулерің мектепте өтіп, онымен қоса 6 сағатқа созылатын болса, бұл сені қатты шаршатып жіберуі мүмкін. Үшінші, кейде сенде ұялшақтық сезімі болуы мүмкін. Себебі кез келген сабақта мұғалім сенен бір қиын нәрсені сұрап қалса, және сен сол болмайтын сұрақтың жауабын білмейтін болсаң, онда біткен жеріміз осы. Ал егер сен оқу үлгеріміне көңіл бөлмесең, онда уайымдайтын еш нәрсе жоқ. Төртінші, ол сенен ешқайда кетіп қалмайды. Бір шеттен бұл артықшылық, себебі ол күнделікті сенің көз алдыңда болады. Бірақ бір кекілжің туындап, араларың суып кетсе ше, ол тура солай ешқайда кетіп қалмайды. Онымен күнде көрісуге тура келеді. Бесінші, сыныптастарыңның болмайтын әзілдері. Алғашқы 3 күн саған көңілді болса да, кейінде олардың ауыздары еш жабылмайды. Алтыншы, сыныптастарды түсінуге болса да, себебі олар әлі түк бітірмеген сол есуастар. Мұғалімдер бізге үлкен мәселе. Олардың ала көзбен қарауының өзі қорқынышты. Және соңғы 7-ші себеп бұл барлық мектептің сендердің ара қатынастарының жайында хабардар болуы. Әсіресе алғашқы сүйісуден кейін. Негізінде сен батыл болып өз кластасыңмен кездесемін десең, онда жоғарыдағы айтылған себептерге қарамауға да болады. Бірақ артынша мен сені ескертпеді деме. Бүгінге осы айтылған кеңестер пайдалы болып, видео саған ұнады деген ойдамын. Уақыт өткізбей саған ұнайтын жігітіңді тезірек қарадуыңа тілектеспін. Сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсең болады. Жаңа видеолардан құр қалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.